Kurtardı. Тәжірибені жасау үшін бізге бүгін Айдан апай көрсеткен, иә, бізге не керек? Бізге екі стеклянный әйнек ыдыс болса жақсы болады, көрініп тұрады. Одан кейін екі жұмыртқа, біреуі шикі, біреуі қайнатылған, тұз керек, салу үшін қасық керек және араластыру үшін мынандай таяқшаны алдық біз, иә. Енді мына тұзды алып, кез келген банканың біреуіне сал. Қазір тұз салғаннан кейін кішкене суымыз тұнық болған жоқ, тұз салынбаған су тұнық. Біз жұмыртқаның екі түрін алдық. Біреу қайнатылған, біреу қайнатылмаған. Енді кішкене тұну үшін 1-3 минут күту керек. Тұз еріп, мына су тұнық болу керек. Бұл бізде таза су. Қазір тұзды сумен және таза судың қысымын көрсетеміз. Бұл тәжірибеде, яғни мұхит теңіз суымен, мұхит суымен жай ауыз судың айырмашылығын қандай екен көресіздер. Оған салма. Бізде тұзды су болды. Тұзды суымыз қайсы, Мансұр? Тұзды суымыз қайсы? Иә. Таза суымыз қайсы? Таза су, иә. Енді тұнды мұхиттың түбіндегі тұз сияқты, теңіздің түбіндегі тұз сияқты, бұл жерде де су. Тұз еріп, ерімегені түбіне түсіп қалды. Енді жұмыртқаны, кез келген жұмыртқаны екі банкаға сал, бір штуктан. Ақырындап сал, өйткені бір піспеген жұмыртқаны біз уже жарып алдық, иә. Жұмыртқаны сал, банканың ішіне сал. Ақырын сал, иә, жарып алмай. Піскен жұмыртқа 90 грамм. Бұл біздің тұзды суымыз. Тұзды судың ішіне бізде асылған жұмыртқа кірді. Асылған жұмыртқаны салғанда, мынау бізде таза суға шикі жұмыртқа бар. Ал асылған жұмыртқамыз тұзды суға қалқып тұр. Яғни тұзды судың қысымы жоғары деп бізге көрсеткісі келген Айдан апайдың, иә, Мансұр? Енді біз осы жұмыртқаны ауыстырып салып көреміз. Шикі жұмыртқаны тұзды суға, ал қайнатылған жұмыртқаны таза суға саламыз. Енді сен мынаны шығарып көр жұмыртқаны ішінен. Шығара аласың ба? Банкадан. Ал асылған жұмыртқа тұзды судан бірден бетіне қалқып шықты. Біз керісінше ауыстырамыз. Асылған жұмыртқаны таза суға саламыз, тұзды емес. Ал асылмаған шикі жұмыртқаны тұзды суға саламыз. Соның өзінде қалқып қалды. Шикі жұмыртқамыз қалқып қалды. Қазір біраз тұрғаннан кейін жоғары шығу керек. Шикі жұмыртқа 97 грамм. Міне ақырын көтерілді. Және екі ортада тұр. Не төмен түспейді, не жоғары түспейді. Мына орындықты қозғалтқан сайын, столды қозғалтқан сайын ол секіріп, біресе батып. Ал асылған жұмыртқамыз таза суда мүлдем астына батты. Шикі жұмыртқамыз не үшін судың ортасында тұрды? Тұзы аз болуы мүмкін. Сондықтан біз мына тұзды тағы да қосып, 5 қасық тұзды мынаған саламыз. Енді бұл суымыз тұнғанша, тұзы ерігенше 1-2 минут күтеміз. Мына жұмыртқаны мынаған сал. Қалай болады екен көреміз. Кәне, сал. Бірден көтерілді. Яғни бізде тұзды көп болған сайын қысымы жоғары болады судың. Алма бізде асылған жұмыртқа таза суда. Енді біз қазір екі жұмыртқаның салмағын өлшеп көреміз. Асылған жұмыртқа мен асылмаған жұмыртқаның айырмашылығы қаншалықты? Тиіспе. Бұл бізде 97 грамм шикі жұмыртқамыз. Шикі жұмыртқа 97 грамм. Піскен жұмыртқа 90 грамм.
шығара аласың ба? Давай шығарып көр. Аха, байқап ал. Түсіріп алмады, жарылып қалды. Байқап ал. Аха. Давай тағы шығарып көр. Қасықпен үстіңе сүртпе, тряпкаға сүрт.